Көктемде бірге шығыпты, бойы 1,55-ті шамалайды дейді. Шабысы өте жылдамтай, мініп үйретіліп қойған. Тараздағы Атаман деген көкпар шапқан айғырдың бел баласы. Аяқтарында мін жоқ, денсаулығы өте жақсы, толығымен тексеруден өткен дейді. Бағасы 1 миллион теңге деп тұр, саудасы бар. Түлкібаста тұр. Байланыс телефоны 8747 103 98 87. Тай ұнаған болса осы номерге хабарласыңыздар. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің 4 түлік малдарыңызды сатуға жарнама салғыларыңыз келсе, мына телефонға хабарласыңыздар. 8702 910 07 05. Негізі әр қазақтың үйінде бір жылқы тұру керек. Болмай қалды. Неге десе бабаларымыз айтады, жылқы тұрған үйге, жылқы кісінеген үйде дейді, жын жоламайды дейді. Сосын аттың басынан ұруға болмайды екен. Оның берекесі бағы басында болады екен. Ат ұстағаннан кейін оған су бересіз ба, шөп бересіз ба, арқандайсыз ба, жем бересіз ба, бәріне сауап екен. Пайғамбар сөзсізден қиямет қайымға дейін ат ұстаған, ат ұстаудың дұрыс екенін айтып кеткен. Қиямет қайымға дейін етаж үйде тұрсаңыздар, тай болса да бір жерге алып, сонда анау үйде ат болғаннан кейін бала мінеді ғой. Мінеді ғой бала. Сол үшін біз ауылда қазір медресе бастап қойдық. Сода 56 бала оқытамыз. Бірақ аптасына бір күн міндетті түрде айғырға мінетін болады біздің балалар. Алымыз кастамыз. Міндетті түрде мінгіземіз. Өйткені айғырға мінетін адам көп, бірақ додан ішіне келетін адам аз да.